3 ақпан күні оңтүстік Қазақстан облысындағы 11 жоғарғы оқу орындарының студенттерінің қатысуымен өтетін таңертеңгілік жаттығу оқу ордамызда 700-ге жуық студенттердің қатысуымен болып өтті. Жаттығу еркін стильде облыстағы 11 жоғарғы оқу орындарының күндізгі бөлімде оқитын 30 мыңға жуық студенттердің қатысуымен бір мезгілде өтетіні жоспарланған. Іс-шараны ұйымдастырушы облыстық білім, жастар саясаты және тілдерді дамыту басқармасы. Бүгінгі іс-шара Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өткізіліп отыр. Осы облыс әкімінің бастауымен жоспар тапсырма бекітілген болатын. Соның аясында өткізіліп отыр. Шымкент қаласындағы 9 жоғарғы оқу орны және Мақтаарал ауданындағы Сырдария университеті және Халықаралық Қазақ-Түрік университеті Түркістан қаласындағы студенттер қатысып жатыр. Бұл жерде ешкімге арнайы тапсырма берілмеген. Барлығы сабақ болып жатыр. Сабақта 5 минутқа сабақтарын тоқтата тұрып 5 минут жаттығу жасап жатыр. Өткізіп отырғандағы басты мақсат Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық аясында жастардың бойында отанға деген сүйіспеншілікті дәріптеу, ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздік ұғымын жастар бойына тереңнен сіңіру, жастарды салауатты өмір салты қағидаларына баулу. Мы поддерживаем данное мероприятие, потому что спорт — это прежде всего залог успеха, залог здоровья, то есть без спорта это никуда. Мы со студентами нашего университета хотим организовывать побольше таких мероприятий, потому что прежде всего заинтересовать нашу молодежь, которая должна развиваться как спортивно, так морально, так и духовно, поддержать спортивный дух нашего народа.